Барша несие алушылар көрсін. Местермен қымбат көреймен біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтар ең біріншілерден болып біліңіз кезде арнамызға жазылып лайк басыңыз. Сәуірден бастап несие беру тәртібі қиындады. Сәуірден бастап елімізде шағын несие беру тәртібі өзгертіледі. Бұдан былай микронесиені электронды түрде алғысы келетіндер биометриялық тексерістен өтуі тиіс. Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі электрондық тәсілмен микрокредиттер беру қағидаларын бекіту туралы қаулыға бірқатар өзгеріс енгізді. Кредит алушыларға ғана емес, енді кредит берушілерге де талап қатаңдайды. Сондықтан микроқаржы ұйымдары несие беру алдында клиенттің төлем қабілеттілігі мен қаржы жүктемесін бағалау үшін оның ресми кірісін тексеруге міндетті. Заңға сәйкес несие бойынша барлық төлемдер адам табысының 50%-нан аспау керек. Қарыз алушының ресми кірісі болмаса, микроқаржы ұйымдары микронесие беруден бас тартуға мәжбүр болады. Видеомыз кеңінен таралып, барша несие алушылар көру үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Алайда жақсылық тарату, оны жасаумен кейін ұмытпайық.